Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен Эльнура, бүгін сіздермен пісіруді қажет етпейтін, дәмі тіл үйіретін алатау салатын дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен бізге шұжық қажет. Шұжықты дәл видеодағыдай қылып төртке кесіп дайындап аламыз. Одан кейін тұздалған қияр қажет. Тұздалған қиярымызды да кесіп дайындап аламыз. Одан кейін бізге ірімшік қажет. Ірімшігімізді де кесіп, барлығын осылай бір ыдысқа саламыз. Одан кейін қызанақ қажет. Қызанағымызды да видеодағыдай қылып кесіп, дайындап аламыз. Одан кейін бізге лист жапырағы қажет. Лист жапырағын да кесіп, осылай дайындап аламыз. Міне барлығы дайын. Енді үстіне қалауларыңызша майонез салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Міне дайын болды. Енді ыдысымызға дайын болған салаттарымызды осылай саламыз. Енді чечил қажет болады. Чечилді осылай дайындап аламыз. Жаңағы дайын болған салатымыздың үстінен осы чечилдерімізді қойып шығамыз. Не біздің дәмі тіл үйіретін алатау салатымыз дайын. Егер де видео ұнаса лайк басып пікір қалдыруыңызды сұраймын.